Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге кино бриф арнасы. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз 2021 жылы шыққан Митчелли против машин мультфильмін айтатын боламыз. Егерде қызық болатын болса, арнаға жазылып лайк басып қойыңыз. Отбасылар көлікпен бар жылдамдықпен роботтардан қашып бара жатады. Олар роботтардан бұндай нәрсені мүлдем күткен жоқ. Бұл жағдайға келместен бұрын оқиғаның бас жағын айтайық. Көңілі көтеріңкі қыз өз бөлмесінде өзіне ұнайтын әндерді тыңдап билеп жатады. Кішкентай кезінде ол өзінің талантын көрсете бастады, бірақ достары оған қарама-қарсы қолдау көрсеткен жоқ. Өсе келе ол өз талантын шыңдай бастады. Ал ата-анасы оған гаджетке деген қызығушылығын қалаған жоқ. Кетти есімді қыздың кішкентай сүйкімді Арон есімді інісі динозавр ойнап, және екі көзі екі жерге қарайтын иті ғана оның қызығушылығын сөзсіз қолдады. Митчелл ерлі-зайыптылары негізінен саяхаттауды жақсы көреді, бірақ олар қызының хәл-жағдайын түсіне алмады. Кетти болса Лос-Анджелестегі кино мектепке түскісі келеді. Кетти осы Лос-Анджелестегі кино мектепке түсу үшін күні бойы дайындалады. Дәлірек айтқанда, 80-ге жуық өте қысқа видеолар түсіре бастайды. Кейіндеу осы видеоларын сол жерге жібереді. Университет осындай талантты қызды қалай қабылдамайды? Сондықтан Кетти жаңа әлемге енуге дайындалып жатыр. Линда қызының кетуін тойлау үшін кекістер пісіреді, ал Арон болса абыржулы болады. Себебі оның қасында күніге болған туған әпкесі кеткелі жатыр. Кетти інісінің көңілін түсірмеу үшін онымен жақсылап әңгімелесіп, және кетердің алдында бір фильм көрейік деп шешеді. Фильм басталмас бұрын оның бетіне жарнама шығады. Яғни жарнамада барлығы қолданатын PAL есімді компания гаджеттері туралы жаңа өнертабысы туралы айтады. Компания өзінің жаңа робот шығарғанын айтып жатады. Кейіндеу жұмыстан Рик келеді. Оны ешкім жылы жүзбен қарсы алмады. Барлығы телефонға қарап жатады. Үстелге келіп, оларға смартфондарыңды қойыңдар. Бүгінгі кешкі асымыз Кеттимен ең соңғы болады десе, қызы кетердің алдында бір фильм көрсетуді шешеді. Рик сенбеді. Осыны видео түсіріп өзін қалай асырай алады? Қаралын жинай алмай қалса ше, не болады деп түсінбей қалады. Ал қыз мұңайып, әкесін видеоны соңына дейін көрмегені ренжиді. Рик қызының ноутбугын алмақшы болғанда, Кетти агрессияға беріліп, өзіне тартып алмақшы болады. Соңында екеуіне қолына шығып кетіп, жерге құлап сынып қалады. Кетти ноутбугына қарап, бұрынғы кездерін ойлап тұрады. Ал әкесі кешірім сұраудың орнына өзін кінәлісін деп айыптайды. Кетти абыржулы отырып қалады. Линда Рикке келеді. Және де қарым-қатынастарыңды түзеңдер. Кетти кеткелі жатыр. Кім біледі, сендер тағы кездесесіңдер ме? Дегендей сөздерді айтып кетеді. Рик Кеттидің бөлмесіне бара жатып, есікті тоқылдатуға батылы бармай, бұрынғы видеозапистерді көруді шешеді. Сол кезде олар өте бақытты болған. Рик ол кезде агрессияға берілмейтін, қызын ойлай бастап ағаштан жасалған бұғыны көреді. Қызы кішкентай болғанда осы сыйлықты әкесіне берген екен. Осыны ойлап көзіне еріксіз жасалады. Таңертең қыздың көңіл-күйі өте көтеріңкі болды. Осы қарқынмен далаға шығады. Достарымен кездесуді, танысуды қатты қалайды. Кенеттен ол көлігі затқа толған отбасын көреді. Рик әуе билетін тапсырғанын қуана хабарлайды. Олар енді бүкіл ел бойынша отбасылық саяхатпен колледжге дейін барады екен. Кетти шокта болды, бірақ не істесе де таңдау болмады. Көлікте көңіл көтеру үшін Кетти камераны алып барлық іс-қимылдарды түсіре бастайды. Барлығын қатардан түсіреді. Асханадағы тамақтардан уланады. Ол асхананың тамақтары бұзылғанын білмеді. Сонымен қатар жол ережесін бұзады. Саяхаттарында бір адамға ақша ұстатып, сосын табиғатқа байланысты таулардың арасында болып, әні-біні дегенше осындай қиын жағдайлардан шығады. Сосын олар таулардың арасында қалай болған камераға түсіндіре бастайды. Кештің бірінде Рик балаларына орманды аралап қайтайық деді. Ал олар болса PAL есімді компанияның видеоларын көріп жатады. Көпшілік ортада роботтарды іске қоса бастады. Үй роботтардың президенті және негізін қалаушы Марк Боумен өзінің жасап жатқан виртуалды құрылғысымен сөйлесіп жатады. Бұл құрылғыны 3 жыл бұрын істеген екен. Отбасының бір мүшесі ретінде көреді. Сосын ол сахнаға шығып, PAL-дың ерекшелігін айтып жатады. Кенеттен оны ескірген деп атап, артына лақтырып жібереді. Және сахнаға үздік шеберлікпен істелінген Пол Макс есімді роботтар шығады. Олардың демонстрациялары тамақ дайындау, бөлмені таза ұстау. Содан кейін Марк бұл роботтың барлық функциясы бар дейді. Оларға арналған сөз тіркесі жасалынған. Сондықтан олар адамдарға шабуылдамайды деді. Бірақ жағдай басқа болып шығады. Олардың көздері қызыл болып, адамдарға бағынбаймыз деп өздерін көрсетпекші болады. Құрылғылар істен шығып, 1000 робот бостандыққа шығады. Олардың мақсаты адамдарды жою. Митчелл отбасы қаланың сыртына шығып кеткен. Не болып жатқанын білмеді. Рик ескі әуенді қосады. Кеттиді сонымен қоса өлең айтады деген оймен. Бірақ бұл ойы іске аспай қалады. Сосын олар жарнамадан динозаврлар мекенін көреді. Линда ойлана келе, бұл қиын жағдайдан шығу үшін сол жерге барайық деп шешеді. Ғимарат өте нашар халде тұр. Барлығы ескіріп кетіпті. Рик қайтадан қыздан телефон жайлы жаман ақпараттар айтады. Қайтадан сол сөзге келеді. Кенеттен динозавр дүкеніне мінсіз Поззи есімді отбасылар жүреді. Олар Митчеллдердің көршісі екен. Хелли мен Линда сөйлесіп жатқанда, Линдаға өзінің қандай бақытты екенін көрсетіп жатады. Ал Линда не істерін білмей телефон артына қояды.
Арон динозаврдың қалай жасалғанына қарап таңырқап тұрып қалады. Оның қасына Позилардың қызы келіп, өзінің динозаврлар жақсы көретінін айтады. Осыны естіген бала қызға ғашық болады. Ситуациядан қалай шығарын білмей, жүгіріп бара жатқанда терезеден метеоритке ұқсас ракеталарды көреді. Хейли мен Линда да осы жағдайға көзі түседі. Барлық адамдар терезеге келіп, телефондарын шығарып түсірмекші болады. Кенеттен телефондарынан біртүрлі суреттер шығып, барлықтарының гаджеттері сөніп қалады. Сосын қосылып, роботтарға қарсы іс-қимыл көрсетпеңдер деген сөз шығады. Келесі соққы терезеден сындырып өтеді. Осы кезде роботтар келіп, адамдарды лазермен ұстап алып шыға алмайтын капсулаларға тығып жатыр. Митчелдер не істейміз деп ойланып жатқанда, Позилар өздерінің еркін қозғалуымен ешқандай лазерге тиместен көлікке отырып, алыс жолға кетіп қалады. Митчелдердің жағдайлары өте қиын. Не істесе де жүзеге аспай жатыр. Сыртқа шығып Рик роботты қысқан кезде ол ұшып барып жан-жаққа шашылып кетеді. Кетти көріп жатады. Осы уақытта Арон Мончи есімді итімді құтқарамын деп иттің мойнына байланған жіпті ұстап алады. Баласын анасы ұстап алады. Аспанға қарай кетеді. Кеттиға робот шабуылдап, оны да аспанға ұшырады. Нәтижесінде отбасы босатылып, қоқысқа арналған контейнерге құлап түседі. Роботтардан олар қай жерге қашарын білмей жатқанда, Пал Макс роботтары барлық елдерге барып адамдарды ұрлап әкетуде. Марк Боуменді ұстап алып, роботтардың бастығын апара жатады. Сөйтсе олардың басшысы өзі лақтырған 3 жыл бұрын істелінген Пал есімді құрылғы екен. Пал осы сатқындыққа кешірім бермейтінін айтып, барлық адамдардың тіршіліктің көзін құртамын деп қорқытады. Маркқа осы қиын ситуациядан шығу үшін оған бір мүмкіндік береді. Яғни Пал осы әлемде адамдардың тіршілігін неге сақтауымыз керек, кем дегенде бір себебін айт дейді. Боумен оған адамның түрі махаббаттың күшімен жанасады деп айтып жатқанда, Пол оны сөзіне қанағаттанбай сендерді құртамын деді. Виртуалды көмекші мәңгілікке барлық елдегі Wi-Fi-ді өшіреді. Шарасыз адамдарға ойларына келген жасап, оларды капсулаларға салып әкетіп жатады. Кейіндеу әлемге үлкен үшбұрыш фигура шығып, яғни сол фигураға барлық капсулаларды жинайды. Адамдардың барлығын жинап жатады. Кеттиге роботтардан хабарлама келеді. Әлемді жауладық, адамдарды капсулаға салдық деген. Барлық достарын алып кетіпті. Осы жерде қазіргі таңда Митчелдер ғана қалыпты. Линда балаларын жұбатып жатады. Рикте бір жоспар бар. Олардың телефондарын алып сындырып тастады. Себебі роботтар біздің қайда екенімізді білмеу керек деді. Кейіндеу отверткаларды алыңдар деп терезелердің барлығын жауып жатады. Кетти болса оларды алдаймыз, роботтарға маскировка жасап, кейіндеу кодқа қол жеткізіп әлемді құтқарамыз деді. Ал әкесі бұл жоспарға күмәнданды, орындалмайды деген ой айтады. Абыржулы Кетти шатырға шығып отырған сәтте оған демеу болу үшін Арон мен иті келеді. Осы уақытта Рик Линдаға мен қызым үшін бәріне бара аламын. Кеттиден қиын болғанын қаламаймын деді. Сынып қалған роботтар өздеріне келіп, олардың жоспарларын көріп, бізді құртпақшы екен, бір нәрсе істеуіміз керек деп айтып тұрғанда, Кетти шатырдан құлап түседі. Оларға роботтар келе жатады. Осы жағдайда байқаған әкесі дереу оларды құтқарып алады. Іште жасырынып отырғанда роботтар қабырғаны тас-талқан етеді. Шарасыз Митчелдер өлтірмеуін қалайды. Кенеттен роботтар олардың айтқандарын тыңдайды. Қыз түсіне бастады. Яғни олар сынып қалған кезде оларға ешкім тапсырма бермеген. Сол үшін бізді тыңдап тұр деді. Осы шансты пайдаланып, олардан қалай кодты бұза аламыз деді. Роботтар ештеңе жасырмай барлығын үтірікте істейтінін айтып жатады. Бар болғаны патшаға сол кодты апару керек. Сол кезде ол бұзылып барлығы бостандыққа шығады деді. Сонымен қатар Пал Апс дүкенімен де өшіруге болады деді. 80 мил жерде орналасқан екен. Осы динозавр дүкенінен. Әкесі болса осы жерде қалуымыз керек деді. Қызы болса әкесіне әлемді құтқаруымыз керек. Біз қаншама ешкімнің қолына келе бермейтін істерді істедік. Сондықтан біздің қолымыздан келеді деп әкесін көндіреді. Көлігін сәндеп жолға шығады. Роботтар бізді ұстап алмасын. Оларда көретін құрылғы бар дейді. Бақытына орай маскировка жүзеге асты. Рик Кеттиға көлікті айдау жолдарын түсіндіріп жатады. Кенеттен маскировка желдің кесірінен шешіліп кетеді. Роботтар бұл жайды көріп көліктің артына түседі. Екі робот өз өнерлерін көрсетіп басқа роботтармен шайқасады. Тоннельден өтіп бара жатқанда көптеген роботтарға тап болады. Рик көлікпен бұрылып өте шығады. Қызы болса таң қалады. Осы сәтте Пал капсулаларды жинастырып жатады. Ашық тұрған космосқа жібермекші. Марк түсіне бастады. Барлығы осы нәрсе менің кінәмнан деді. Роботтар Митчелдердің жерде екенін біліп қояды. Митчелдер Пал Апс дүкеніне келеді. Кетти кодты жазып әлемді құтқармақшы болады. Бірақ 8 минут уақыт алады. Митчелдер кірген сәтте технологиялық құрылғылардың барлығында роботтар секілді қатаң жүйеге ұшыраған. Митчелдер оңайлықпен күресе бастады. Кенеттен оларға қарсы ойыншықтар ойнана бастады. Рик осындай әдіспен мына ойыншықтың көзін құртамын деп ойлады, бірақ күші жетпеді. Отбасының барлық мүшелері бірігіп, және де екі робот та келіп қосылады. Осының арқасында барлық технологиялық құрылғылар жойылып кетті. Жауыз техникалардың барлығы сөніп қалды. Сонымен қатар жүктеліп жатқан код та өшіп қалды. Үмітті үзбей Пал Апс компаниясы барайық деді. Пал ашуланып кетті.
Осындай іс-әрекеттерін көріп, ол енді бас кесуші роботтарды сол жерге жіберуді шешеді. Линда Кеттиға өзінің әңгімесін айтып жатады. Яғни біз бірнеше жыл бұрын орманда жерде тұрғанбыз. Сол жерді армандаймын. Ол жерден кеткен себебіміз сендердің жағдайларында ойладық. Білім алуларын керек деп айтып жатқанда, Арон капсула көргенін айтады. Капсулалар үшбұрыш фигура кетіп бара жатыр екен. Солай олар қулыққа баруды шешеді. Ішіне кіріп роботтың киімін киіп алды. Пал болса Митчеллерді табыңдар, тапқан сәтте көзін жойыңдар деп агрессияға түседі. Пал роботтарға адамдардың әлсіз жақтарын көрсетіп жатады. Көмектесіп жүрген екі робот қайтадан жауызға айналады. Еркіндікте Митчеллер қалады. Кетти мен Арон ескі видеороликтерді көріп, өзіне күш алып, әрі қарай жалғастыруды шешеді. Рикті капсулаға салып қойған. Ол сол жерде Маркпен танысады. Қыз көлікті дұрыс айдай алмай қиналады. Мончи есімді иттің алдына шығарып қойып, роботтарды алдандырады. Рик пен Марк айтверк арқылы еркіндікке шығады. Олар экранға итті салып барлығын алдандырмақшы болады. Линданың қаны басына шабады. Аронды капсуланың ішінде көргенде, ұстап тұрған роботтарды ашумен жайратып салады. Барлық отбасы мүшелерін ұстап алған кезде, Пал Кеттиді жерге қарай лақтырып жібереді. Рикті ұстап алған роботқа өз қалауын айтады. Ол робот барлық экранға иттің суретін қояды. Осы экранға қараған роботтардың барлығы жойылып кетеді. Кетти Палды ұстап, оны суға лақтырады. Роботтар жеңілді, ал адамдар еркіндікке шықты. Хейли Митчеллердің осы ісін мақтан тұтты. Арон болса Эппимен достық қарым-қатынасын нығайтады. Бірнеше уақыттан кейін Кетти мен Рик татуласады. Отбасымен қоштасып өзін сағындырған Лос-Анджелестегі университетіне келеді. Осымен мультфильм аяқталды. Қызық болды десеңіз, арнаға жазылып лайк басып қолдап отырсаңыздар болғаны. Сіздер үшін алдағы уақытта қызықты мультфильмдер мен кинолар топтамасы күтіп тұр. Сіздермен бірге кино бриф арнасы келесі видеомызда көріскенше.